Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Мен Сәденова Назерке, Ақтөбе қаласының 50-ші мектебінің 8-ші сынып оқушысымын. Менің жобамның тақырыбы Ақтөбе мақтанышы Ғазиза Жұбанова атындағы Ақтөбе облыстық филармониясының қазақ камералық хорының мәдениетке қосқан үлесі. Зерттеу мақсаты Ақтөбе өңірінде құрылған қазақ камералық хордың тарихи дамуын, оның аймақтық мәдениет пен өнерге қосқан үлесін, кәсіби шеберлігін және халық арасындағы маңыздылығын айқындау. Зерттеу міндеттері: хордың құрылу кезеңдері, жетекшілері, репертуарлары және алғашқы марапаттары, жетістіктері туралы ақпарат көздерін жинау. Хор ұжымының аймақтық және республикалық деңгейдегі орындаушылық ерекшеліктерін анықтау. Камералық хордың Ақтөбе облысының мәдени, рухани дамуына тигізген әсерін талдау. Мәдениет ұлттың бет-бейнесі, ақыл-ойы, рухани болмысы, парасаты деп тана халқымыз текке айтпаса керек. Қайсы бір ел болса, ең алдымен ұлттың ұлықтаған тұлғаларымен мақтанады. Төл мәдениеті арқылы ғана басқаға танылады. Қазақ елде солай. Осындай ауқымды стильге өздерінің айтарлықтай үлестерін қосып жүргендердің қатарына Ақтөбе қазақ камералық хорын қоссақ та жарасады. Ақтөбе қазақ камералық хоры өздерінің ұйымшылдықтарымен, орындау шеберліктерімен, діңгектерімен елге танымал. Олар тек Қазақстанда емес, сонымен қатар шетел сахналарында қазақтың әндерін паш етіп жүрген қазақ камералық хорларының бірі. Қазақ камералық хорының құрылу кезеңі туралы айта кететін болсам, 1991 жылы 52 адамнан тұратын хор ұжымы құрылды. Алғашқы жетекшілері болып Түрім Алагөзов, Татьяна Новицкая, Несібелі Қоңырбасова, Айнұр Имухамбетова, Ләззат Үмбеталина болды. Ал қазіргі хор жетекшісі Базарғали Жаманбаевтан тәлім алған Мербол Құспанов. Еліміз тәуелсіздік алған жылы құрылған бұл қазақ камералық хорына биыл 30 жыл. Мен Мербол Құспановпен сұхбаттасқан болатынмын. Сұхбат кезінде Мербол Құспанов 2000 жылы кейбір жағдайлардың салдарынан хордың тарап кеткені жайлы айта кететін болған. Бірақ 2000 жылы мәдениет жылының арқасында хор қайта жаңғырды. Қайта жаңғырған хор ұжымында Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткерлері Светлана Айтбаева, Марат Айтымов, Мирас Құралай Бекжановтар, Жұлдыз Нұрқасымова сынды өнерпаздар өнер көрсетті. Қазақ камералық хорының марапаттары мен жетістіктері туралы айта кететін болсам, 2017 жылы Ақтөбе облыстық филармониясының қазақ камералық хоры Түркішоу халықаралық жастар хорына қатысты. 2019 жылы Южная Пальмира, Друзья в Москве байқауларынан бас жүлде. 2020 жылдың Ресейдің мәдени астанасы Санкт-Петербургте Осенние грезы байқауынан бас жүлде. 2021 жылы хор ұжымы ел президентінің құрмет грамотасын иеленді. 2022 жылы Мербол Құспанов жыл адамы атағына ие болса, ал 2024 жылы Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздік атағына ие болды. Польша, Варшава, Белосток, Гайнова 2025 4-ші халықаралық шіркеу байқауларынан 2-ші орынды иеленді. Қазақ камералық хоры көптеген гастрольдік сапарларға шығатын хор ұжымдардың бірі. Қазақ камералық хорының алғашқы бейнебаяны Кореяның Сеул қаласында жанарым атты әніне түсірілді, ал екінші бейнебаяны Әзірбайжанның Губа қаласында 16 қыз әніне түсірілген болатын. Мен қазақ камералық хорының жанарым атты әнін сүйіп тыңдаймын. Сіздерге үзіндісін айта кететін болсам: сәулем, 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 қашылмаған арымсың, сезімдегі жанымсың, басымдағы бағымсың, домбырамның үні сен, жүрегімнің жыры сен, жанарымның нұры сен. Мен мектеп оқушыларының арасында қазақ камералық хоры туралы білесің бе деген сауалнама жүргіздім. Сауалнаманың нәтижесінде білемін деген оқушылардың саны 58,4% құраса, білмеймін деген оқушылардың саны 41,6% құрады. Менің ұсыныстарыма келетін болсақ, ең алғашқы ұсынысым хор репертуарындағы қазақтың дәстүрлі әндерін ұлттық аспаптармен үйлестіру тәжірибесін енгізуді және осы ұжымның тарихта қалуына көмектесіп, қолдау көрсету мақсатында энциклопедия шығарылса деген ұсыныс шығарамын. Қорытындылай келе, камералық хордың егеменді еліміздің рухани жағынан өсіп, өркендеуіне талмай қызмет етіп, күллі әлемге байтақ Қазақстанды өз өнерлерімен таң қалдыратынын сеніммен айтамыз. Назарларыңызға рахмет.